Uzunkulaqlardan жақында той болады дейсіз. Жоқ? Uzunkulaqlar өтірік айтып отыр ма не? Болмайды. Кімнің жүрегіне? Сіздің бе, оның бе? Өзіңіз айттыңыз, кез келген сұраққа жауап бермедіңіз. Менің жүрегіме. Сіздің жүрегіңізге. Басқа есі. Кім деп ойлайсыз? Қыз? Қыз? Иә, прям 100%. 100% қыз. 100% қыз. Оны қазір сұрай жатармыз. Тағы мені құттықтауға келген ол. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қатысушылар. Қайырлы күн, Шах мырза, Камила ханым. Көргеніме танысқаныма қуаныштымын. Енді өзім таныстыра кетейін, мен Еділдің әпкесі боламын. Бүгінгі Еділ енді менің атымнан ғой. Әрқашан мен үшін бала, бірақ өзімнің атынан ергенімнің бала болып көрініп жүргенімнің бүгін баласын жұмысынан таныстыруға келіп отырмыз. Осылай қорғалыстымын. Еділге бірінші рет тұруым, түсінесті деген үміттемін. Енді кім болса да аман болсын деймін, бірақ қыз болса деген тілегім бар. Қыз болса деген үміттемін. Еділмен бірге кішкентай нәрседе Еділ өте балажанды бізде. Балалар да оны жақсы көреді, әсіресе қыздарды. Мен Сәуленмен алғаш рет танысқан кезде Сәуленің жүзін былай сүйкімді, әдемі қыз ғой. Еділмен бізде кішкене өтіп кетіп. Мен ойларым енді егер Еділмен Сәуле қосса, кішкене қысқары қыз болса, қандай әдемі болады. Қандай әдемі? Сүйкімді, жаным деп баған қыз болса. Біз бүйтіп отырмыз да, қазір анықталған кезде Сәуле өзі ұстайтын шығар, Еділ жоқ болып қойды. Жылама деп айттым. Жылама деп айттыңыз ба, бірақ бұл әрден не? Деп айтайын десең, жоқ, өмірінде 10 рет болсын, бірақ бірінші рет бір-ақ рет болады ғой, иә? Бірінші рет бір-ақ рет болсын. Қуанышына барып келдіңіз. Кім болса да аман болсын, ең басты Сәулені денсаулығы, қазір өзінің күтімі, жүрегінің тыныштығымен, көңілінің тоқтауы. Сәуле енді адам баласы өмірге бала алып келу оңай емес, сол себептен Сәулеге тек қана жеңістер тілейміз. Сәуле, сізге микрофонды. Мен айтпақшы, сұрақпен келіп едім ғой. Осы сәтті пайдаланып, сіздермен енді өзім жеке бірінші рет танысып жатырмын. Жалпы Еділ мен Сәуле қосылады дегеннен бастап сіздермен танысатынымды бір күні білдім. Бірақ қай күні екенін білген жоқпын. Өзім Сәуленің ұзату тойына қатыса алмадым, бірақ Еділдің үлкен тойында болдым. Той ұйымдастыру мүлдем бөлек, қатысуға мүлдем бөлек екен. Ұйымдастырған сәтте енді елебеске сіздерге жеке алғыс айту біздің сәл мүмкіндігіміз болмай қалды, реті келмей қалды, сол себепті айтқа бұйырмаңыздар.